студенттер, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 19 ғасырдағы Европа өнері менен сол кездегі костюмдердің, сол кездегі киімдердің тарихын өтетін боламыз. Біз 19 ғасырды екіге бөліп аламыз. Бидермейер кезеңі және нео-рококо кезеңі деп айтамыз. Біз бұрынғы сабақта рококо кезеңін ғана өттік, және соның нео жаңарған түрін өтеміз. Рококо кезеңі қай кезең еді, білесіңдер ма? Бұрынғыда. Демек 18 ғасырда да бізде рококо кезеңі болған екен, Енді нео-рококо ол 1850-ден 1890 жылдарға дейінгі уақыт алады. Ал Бидермейер кезеңі бізде 1815-тен 1850 жылдарға дейін. Неге екі кезеңді бөліп алдық білесіздер ме? Өйткені соғыс кезеңінде кішкене маталар, оны тігу кезеңдері, сол кездегі маталарды шығару фабрикаларының жұмысы кішкене қиындайды дағыны. Сол кездегі соғыс кезеңдері былай киімдер скромный бола бастайды. Қазіргі тілмен айтқанда үлкен жаңағындай икемсіз киімдерді кимейміз, ал уже қайтадан соғыс біткеннен кейін 50-ші жылдардан ары қарай қарапайым бейбіт өмірге көшкен кезде қайтадан бұрынғы рококо кезеңі нео-рококо деп қайтадан сабақ ретінде өтеміз. Сол кезде енді кеттік. Бізде ең соғыс кезеңінде не үшін демократиялық киімдер өте көп болды? Демократиялық киім дегеніміз не? Сіздерден сұрақ ретінде. Айтыңыз. Демократиялық кезең бай адамдар үлкен киімді кисе, қазіргі таңда сол кезеңдерде тең дәрежелі құқығы адамдармен бірдей киінген. Демократиялық кезең. Бай шонжарлар да, қарапайым адамдардың да киім кию стилі бірдей болған. Өйткені соғыс кезеңдер кішкене адамдарға киім киюі, олардың матаның тігісі, жаңағыдай матаның шығуы кішкене қиындау болғандықтан олар жаңағындай демократиялық киімдер көп болды. Яғни бұлар Бидермейер кезеңінде ғана болған егер. Енді одан кейінгі таңда әлемде әліге дейін фэшн уик болатын, сән апталығы болатын қаланы білесіздер ме? Дұрыс. Әліге дейін бүкіл әлемнен сән апталығы тек Францияда болады. Бүкіл мысалға Армани, Гуччи, тағы да не бар, кез келген сән үйлерінің апталықтары Францияда өтеді. Не үшін? Өйткені олардың киім кию индустриясы біздің басқа мемлекеттерге қарағанда 50 жыл, 60 жыл, 100 жылға біздің өзіміздің мемлекеттерде айтамыз, жаңағыдай неден алға даму кезеңнен 3 жылға артта қалып қойдық деп. Соғыс болды, көшпенділік болды, басқа болды, ал олар сол кезде сән апталығы көрсетіліп жатты. Яғни біздің мемлекетіміз қайда артта қалып тұр. Сондықтан да әлемде Европа мемлекеттері дамыған мемлекет ретінде сән апталығы Францияда болады. Әліге дейін, қазірге дейін бізде кім барады соларға барған, біздің Қазақстаннан соларға барған сән апталығына барған дизайнерлер білесіздер ме? Киімдерін көрдіңіздер ма? Қазақша киімдерді сол жаққа сән апталығына алып барып, кәдімгідей керемет киімдері, жаңағыдай құрақпен, нелермен, оюмен жасалған. Динара Сәтжан да баратын еді бұрын, өзінің Динара Сәтжан деген несі болатын, дизайнерлік үйі болатын, білсеңіздер. Одан кейін кеттік. Енді сіздерге тағы да жаңа тақырып бойынша түсіндірілетін болса, енді бір қызық кезеңі, бізде қазір қыздар әдемі шаштарда бар ленталар қосып өреді, білесіңдер ма? Қызыл, жасыл, түрлі түсті. Ал ол сол кезде пайда болған. 19 ғасырда шашқа лента қосып өру пайда болған. Ол жаңағыдай шаштарын бүйралап, үнемі сәндеп, көтеріп жүретін еді адамдар. Сол кезде адамдар уже шаштарына лента қосып өріп, жинақы қылып жүруді, шаштарын қатты жаймауды сәнге айналдырды. Өйткені соғыс кезеңі адамдарға оңай туған жоқ, Европа мемлекеттері қатысты білесіздер. Енді екінші дәуірге оралайық, жаңағыдай нео-рококо стилі деп айттық. Біз ол кезде үйлердің барлығы, жаңағындай адамдардың барлығы романтизм стиліне, көбірек романтизм стиліне көбірек көңіл бөлінді. Романтизм стилі деген не? Романтизм стилі бұл деген сәндік сұлулықты, жүзін сызықтар мен табиғатқа арналған стилді білген. Романтизм стилінде көбірек барынша қарапайым, бірақ барынша әдемі желбірді көбірек қолданды адамдар, жаңағындай көбірек тас қолданды, көбірек брошка тақты, көбірек жаңағындай аксессуарлар тақты. 4-5 қатар мойнына жаңағындай цепочкалар, қолдарына браслеттері 4-5
төрт-бесеуін қатар тағу романтизмде сондай бір сән үлгісіне айналды. Енді қараңыздар, Бидермейер кезеңінде, жаңағыдай соғыс кезеңінде үйлердің барлығы қонақ үй стилінде жаңағыдай көшіп кетуге ыңғайланып жасалды. Ал мына жерде уже көшпейтінін, қарапайым кәдімгідей тұрақты қалып болғандықтан үйлері барынша сәнді, барынша романтизм стилінде үйлерінде салынуы, жаңағыдай киімдерінің де киілуі романтизм стилінде болды. Енді біздің жаңа тақырыбымыз бойынша өтетініміз осы. Міне жаңағындай неорококо кезеңінде жаңағыдай басында айтқанымдай киімдер қайтадан үлкен бола бастады. Жаңағыдай 1,5 метрлік шлифтермен, көйлектердің арты міндетті түрде желбірлермен 2-3 қос 4-5 етекті киімдер кие бастады. Етектерін көп болып, және жеңдері де мынандай фонарик үлкендеу жеңдер кие бастады. Және адамдар жаңағыдай сыртынан шәлі шәлілер орап жүру, шарфтар орап жүру модаға айналды. Енді біздің жаңа тақырып бойынша айтатынымыз осы. Сіздерден сабақ бойынша түсінбеген еліңіз бар ма? Осы рокко кезеңінде қандай киімдер болды, барлығы түсінікті ғой, және неорокко кезеңінде қандай киімдер болды. Енді жаңа тақырып түсіндірілді. Және енді студенттерге тапсырма. Қазір барлығымыз алдымызда А4 қағаз бар, А4 қағаз, краска бар, барлығымызда карандашпен қазір әдемілеп тұрып, сол 19 ғасырдағы Европа киімдерінің суретін сызамыз. ғасырда киімдер жаңағында айтқандай барынша қарапайымдылау, желбірлері бар. Біз 18 ғасырдың киімдерін өткен кезде олар үлкен, кең, кәдімгідей бір есікке бір бөлек сыймайтындай, ішінен кросет киіп, етегі жаңағындай кольцомен көтерілетін киімдер болса, 19 ғасырда жай ғана қос етекті киімдер киіп бастады адамдар. Сурет сала беріңдер, есімдерден жаңағындай киімдер жайлы барқыттан, жібектен, жаңағындай капрон маталардан киімдер, жаңағындай мынандай шілтерлер, балдар қарапайым болса да әдемі етуге тырысқан киімдерді суретімізді алыңыздар. Өз араларыңызда қазір әдемі сызған студенттер өзіміз баға береміз, және соған сыйлық бар сабақ барысында. Ал үлгергендер үлгерді, суреттер жинаймыз. Суреттердің бәрін қатар қоямыз. Келіп өз-өзімізге баға береміз. Барлығымыз тұрамыз, келеміз. Өз-өзімізге баға береміз. Барлығын баға өздерінің мына жерге өздерін баға қойып кетіңдер. Қолдарына карандашты алып келіңдер. Каждый студент мына жерге баға қойсын осы суреттерге. Барлығына ма? Иә, барлығына. Ona бір-бірден бар. Иә, іші бұрмай. Беспен кәдімгідей, бестікпен. Неше қоярсыңдар? Тез етеміз. Шынайы бағалаймыз. Кеттік. Тез етеміз. Келесіздер. 2 студенттен келе ойындар. Ара класстан біреу, бер класстан біреу. Тез етеміз. Біреудің бағасын қайталамаңдар, шынайы қоямыз. Бағалаймыз, тез етеміз.
Болды. Отырамыз бағалағанда. Келесіз. Келеміз. Тез етеміз. Болды, ең үздік баға алған бізде екі студент, екі киім. Бірақ біреуінде 4 білеу, біреуінде 2. Қайсысында деп ойлайсыздар? Ұзақтың бағалары көрінбей тұрсыз. Қайсысы әдемі шыққан? Жасыл, иә? Керемет. Жасылдағы студентке қол шапалақтар. Және тапсырма үшін, иә, сабақтағы сыйлығын берейік тапсырмасы үшін. Сонымен студенттер бүгінгі сабақ толық түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге және үй тапсырмасы ретінде 19 ғасырдың киімдерін коллекциясыз береміз. Яғни бір коллекцияда ең азы 3 суреттен болады. 3 суреттен біреу, екеу, үшеу. Коллекцияның стилі бір болады, белгілі бір тұрғыда. Мысалға біреу романтизм стилін аласыңдар, біреу неорококоны аласыңдар. Солай бір стильді алып, сол стиль бойынша 3 киіммен немесе одан да жоғары 3, 4, 5-ден суретін сіз келеміз, иә? Жақсы. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.